Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге көптеген адамдардың сұрауы бойынша 2026 жылы ИП-лар қандай платеждар төлейді, қалай басады, қанша төлейді, қалай таңдау керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін қолыңызда телефон және де Каспий приложениесі болса жеткілікті. Каспий приложениесін ашамыз. Мінекей, мына жерде платежи дегенді басасыздар. Мына жерде все платежиді басасыздар. Мына жерде штрафы и налоги деген басасыздар. Мына жерде платежи для ИП деген басасыздар. Келесі, мына жерде ең бірінші тұрған отчисление и взносы за ИП одним платежом деп тұр. Соны басасыздар. Мына жерге иін және де период таңдайсыз. Мысалы, мен периодқа январь 2026 деп таңдаймын. Иін дегенге мысалы өзімнің иінді жазамын мына жерге. Так. Мына жерде проверить. Шықты. Енді қараңыздар, мына жерде әр платежда сіздерде рекомендация тұр, яғни шпаргалка сияқты минимальная сумма деп. Көп ИП-лар минимальный суммамен төлейді, сондықтан осы сумманы жазасыздар. Обязательный пенсионный взносы бізде 8500 теңге. Готово. Келесі. Обязательный пенсионный взносы работодателя бізде өсті 2975 теңге. Келесі, социальный отчисление сол қалпы өткен жылғыдай 4250. Және де медстрахованияда өзгерген жоқ, бізде 5950 теңге болып қалды. Яғни барлығы сіздер 4 платежды қосқанда 21675 теңге төлейсіздер. Мінекей, к оплате дегенді басасыздар. Сосын осыны басып төлейсіздер. Мінекей, дәл осындай өте оңай әдіспен ай сайынғы ИП-ларыңызды платеждан төлеп отырыңыздар. Төлеу уақыты келесі айдың 25-і, мысалы январь айы үшін сіздер февральдың 25-іне дейін төлеулеріңіз қажет. Сондықтан міндетті түрде төлеңіздер, төлемесеңіздер әрбір күніңіз үшін пеня өсіп отыратын болады. Сондықтан уақытында төлеп отырыңыздар. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.